Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Біздің бүгінгі тақырыбымыз сын айту туралы болмақ. Біз мысалға қарапайым ғана сөйлесу барысында кейбір адамдардың кемшіліктерін көрсек, міндетті түрде сынауға құмар боламыз. Өзіміздің үстемдігімізді көрсетеміз. Болмаса қандай да бір сол адамның кемшілігін бетіне басуға тырысамыз. Бірақ ол адамның жүрегіне қаншалықты ауыр тиетінін біз ескермейміз. Енді сіздерге осы Дейл Карнегидің кітабынан бірнеше үзінді келтірейін. Сын айту адамды қорғануға, ақталуға итермелейді. Демек, сын адам үшін аса қауіпті. Олай дейтініміз сын адамның намысына тиеді. Жеке басын қорлайды, жек көру сезімін тудырады. Ал тағы бір атақты психолог Ганс Селе былай деген еді: мақұлдауды қаншалықты қажет етсек, сыннан соншалықты қорқамыз. Демек, сын айту ол көп жағдайда дұрыс емес. Біз міндетті түрде сын айтқан кезде сол сынды естіген адамның жүрегіне қаншалықты әсер етеді деген сұрақты бірінші орынға қоюымыз керек. Сондықтан барынша түсіністік танытуға тырысыңыздар, және де адаммен сөйлесу барысында сол адамның арнасында сөйлеуге тырысыңыздар. Ал сіз сын айтуға байланысты қалай ойлайсыз? Міндетті түрде комментарийға жазыңыздар, пікірлеріңізбен бөлісіңіздер. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.